Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен 15 минутта дайын болатын ерекше дәмді печенье жасайтын боламыз. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Печеньеміз жұп-жұмсақ, песочный болып шығады. Печеньеға қажетті заттар: 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, ванилин қалауларыңыз бойынша, иісі жоқ май, өсімдік майы 100 грамм, 200 грамм ұн, 1 шай қасық қамыр қобыстқыш және шым-шым тұз. Бұл жерде менде жұмыртқаның сарысы 2 болып шықты, бірақ та 1 жұмыртқа пайдаландым. Шым-шым тұзды саламыз, оның үстіне ванилинімізді саламыз, қантымызды салып, өсімдік майын құйып, венчикпен немесе шанышқының көмегімен біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осындай масса пайда болады. Енді ұнымызды жартысын салып, үстінен қамыр қобыстқышымызды салып араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін салып қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, бірақ та қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді противеніміздің астына пергамент қағазын салып, кішкентай домалақ жасаймыз және бетін сәл-сәл басып қоямыз. Домалақты кішкентай жасағандарыңыз жөн. Піскен кезде тағы үлкейіп, печеньелер үлкен болып кетпеу үшін кішкентай домалақ алған дұрыс. Осылай барлығын домалақтап, енді печеньеміздің бет жағын қантқа батырып аламыз. Ары қарай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша форма берулеріңізге болады. Мен осылай қасықтың көмегімен бетін әдемілеп формаға келтіріп шықтым. Енді өздеріңіздің пештеріңізге байланысты пісіріп аласыздар. Менде 8-10 минутта пісіп шықты печенье. Осы рецепт бойынша міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.